Баршаңызға сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге өте дәмді қарақалпақ аспазшысы маған үйреткен осы тамақты сіздерге сол тамақтың рецептімен бөліспекшімін. Каналымнан алыстамай видеомды соңына дейін қараңыздар. Және де сіздердің маған лайк, комментарий қалдырғандарыңыз мен үшін өте маңызды. Сондықтан каналымнан алыстамай видеомды соңына дейін қараңыздар. Әдеттегідей ең бірінші біздер тамағымыздың қамырын елеп аламыз. Ол үшін біздерге су, тұз, жұмыртқа, ұн керек болады. Біздер бірінші қамырымызды жақсылап елеуін қандырып елеп аламыз. Мен төмендегі описаниеге сол жерден қалдырамын, қанша керек екендігін сол жерден көре аласыздар. Қамырымызды елеп алдық, енді 15 минутқа демалдырып қоямыз. Енді тамағымыздың салмасын дайындаймыз. Ол үшін біздерге пияз бен фарш қана қажет. Фарш мына жерде менде сиырдың еті, яғни. Енді біздер пиязымызды блендер арқылы өткізіп аламыз. Сіздерде мясорубка немесе қолмен турасаңыздар да болады. Енді дайын пиязымызды фаршымыздың үстіне салып, тұз және де қара бұрыш салып жақсылап араластырамыз. Енді қамырымызды екіге бөліп, екі суала етіп қоямыз. Содан соң тағы да 5 минутқа демалдырып қоямыз. Қамырды демалдырған себебі жайылуда өте жақсы болады, және де демалған қамыр өте әдемі болып шығады. Енді бір қамырымызды алып, қолымыздың көмегімен жақсылап жұқартамыз. Міне бірінші зуаламызды қолымыздың көмегімен жұқартып алдық. Енді келесі қамырымызды тоже осылай жұқартып аламыз. Аланы демалдырып қоямыз. Екінші қамырымызды жұқартып болдық. Енді бірінші қамырымызды алып, оны оқтаудың көмегімен жақсылап жұқа етіп жаямыз. Жұқартып алдық, енді қамырымызды кесіп бастаймыз. Енді видеодағыдай жасайсыздар.
Маған осы тамақ өте ұнап қалды. Енді жиі осы тамақты пісіріп тұратын боламын. Сіздерге де осы тамақты 100% пісіріп тұрыңыздар деп айта аламын. Және де дәмі өте керемет болады. Енді бір қамырымызды алып, кесілген қамырымызды алып, жұқа етіп жаямыз. Көріп тұрғандарыңыздай осылай оқтаудың көмегімен өте жұқа болуы керек. Міне қамырымыз дайын, көріп тұрғандарыңыздай дәл осылай жасайсыздар. Өте жұқа етіп және де көлемін үлкен етіп жасайсыздар. Ал ішіндегі салмасын бір қасық салсаңыздар жеткілікті, кішкентай ас қасықпен салсаңыздар жеткілікті. Негізі бұл тамақтың заңы сондай. Алдын ала мантоваркамызды дайындап қоямыз. Суын қайнатып, листтарына май жағамыз. Сол кезде өзімізге де оңай болады. Енді мантоваркамыздың листтарына қамырымызды жайғастырамыз. Енді бұл жерде әр қамырымызға осылай үстіне май жағып тұрамыз. Каждый қамырымыздың үстіне май жағамыз. Ал сосын бірінің үстіне бірін қоя берсеңіз де бұл жабыспайды. Енді дайын қазанымызда 45-40 минут пісіріп аламыз. Тамағым пісем дегенше пиязды майға қуырып алдым. Үстіне томат салып, сөзі әдем болады. Тамағымыз дайын. Қыздар, міне көріп тұрғандарыңыздай өте керемет болып шықты. Келесі видеомда кездескенше сау саламат болыңыздар.